Бүгін алаңымызда қонақта Атырау облысының іскер әйелдер қауымдастығының төрайымы Айтиева Нұрылы Телманқызы және Атырау облысы ішкі саясат басқармасының азаматтық орталық директоры Тосқалиева Айгерім Жәрдемқызы. Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасының қоры, Қазақстанның іскер әйелдер қауымдастығы және Хабар агенттігінің бірлескен қайырымдылық керуені республикалық байқауы жалғасуда. Осы байқаудың өту барысы, ережелері туралы спикерлер сіздерге баяндайтын болады. Ендеше алғашқы сөзге деген Нұрылы Телманқызы, өзіңізге ұсынамын. Құрметті пресс-конференция қатысушылар, біз мына жаңа жылдың басында кездесіп отырмыз. Бәріңізге жаңа жыл құтты болсын деймін. Жаңа жыл тек табысты, еліміз аман болсын деп. Сол бақта біздің мына іскер әйелдер, президент, Қазақстан Республикасы тұңғыш президент елбасының қоры мен ұйымдастырып отқан қайырымдылық керуен республик конкурсты біз Атырау облысында бастап отырмыз. Ол конкурстың мына ережелерін қазір қасымдағы Айгерімді айтып береді. Өте жылдан жылға жалғасып отқан сайыс, акция деп айтуға болады. 2010 жылы осындай акция іскер әйелдердің бастауымен өтті. Ол ана мен бала. Сол акцияның ретінде біз Атырау облыстық перзентхананың жанында үлкен өзіміздің скверімізді аштық. 2016 жылы 25 қайырымдылық істеген акция болды 15 жылы. Сонда жаңағы бірнеше отбасылық, көп балалы отбасылыққа үлкен көмек көрсеткен болатын біз іскер әйелдер. Биылда осындай конкурс өзінің жалғасын тауып отыр. Қайырымдылық акция. Бәрін осы акцияны қолдап, біздің жаңағы елде асар, туған жер, мейірім жолында, батыл жүрек, қайырымдылық тарихи деген үлкен-үлкен істер істеліп жатыр. Со істерді біздер мына елге жариялап, соның жаңағы осы істерді шыққан біздің үміткерлер ертең Астанаға барып, осы Атырау облысында істеп жатқан істерді, қайырымдылық істерді елге көрсетеді. Енді мына орысшада жалғастырып жіберейін. Эта акция «Караван доброты» – это не первая акция, инициатором которой является Ассоциация деловых женщин. Вот в этом году совместно с фондом первого президента Республики Казахстан, агентством Хабар продолжается такая акция. В 2010 году Ассоциация деловых женщин провела акцию «Мать и дитя», когда на территории областного роддома был открыт сквер и посажены деревья. Потом акция была продолжена на территории городского роддома. В 2016 году была проведена акция «25 добрых дел», когда деловые женщины Атырауской области оказали посильную помощь, материальную, где-то и психологическую, детям, значит, и многодетным семьям. Эта акция тоже имела хорошее продолжение как в городе, так и, значит, на территории нашей Атырауской области. Нынешняя акция, которая посвящена «Каравану доброты», она предусматривает 5 определенных номинаций. Об этом мы уже дали определенные анонсы в средства информации, массовой информации. И здесь я хочу сказать, что могут участвовать юридические и физические лица. Я думаю, сейчас Айгерим тоже меня продолжит, более подробно на некоторых акциях остановится. И только единственное здесь одно момент, что не могут участвовать, значит, юридические лица, значит, среднего и крупного бизнеса. Но все люди, даже просто физические лица, как на, значит, городе, так и в районах могут участвовать в этой акции. Акция посвящена милосердию. Милосердию есть люди, которые неоднократно проводят, но в силу определенных причин, в силу ментальности не говорят об этом, но мы их знаем. Их должны знать не только наша Атырауская область, их должна знать Республика Казахстан. Поэтому акция стартовала. Сегодня Атырауская область первая из областей, которая начинает пресс-конференцию. Я думаю, все жители нашей Атырауской области поддержат данную акцию, потому что акция нужная, акция направлена во имя мира, добра, созидания. Мы, если казахи по жизни, народ Казахстана по жизни помогал не только своей нации, но и людям, которые когда-то обрели кров, дом здесь. Поэтому, я думаю, мы с пониманием отнесемся и поддержим данную акцию. А все, что касается непосредственно определенных моментов, я думаю, Айгерим продолжит. Да, Игорь? Көп рахмет.
Енді бұл жаңа жылдағы әдемі бастама деп ойлаймын өз басым. Жаңа жылда әдемі осындай игі істерді, осындай жағдай қайырымдылықты насихаттап бастауымыз осы жылдың бір әдемі жақсы болып өтетін бір нышан деп есептеймін. Жалпы мақсаты қайырымдылық идеяларын дәріптеу, белсенді азаматтық бастамаларды дамыту деп алыппыз. Енді азаматтық орталықтың бұл жерде атқаратын қызметі осы өңірдегі 5 номинация бойынша конкурсқа жолдама алатын, конкурсқа қатыса алатын ел ағаларын, азаматтардың құжаттарын жинақтап, жаңағыдай жұмыстары бойынша арнайы тоқтала өтіп, комиссияға ұсыну. Енді 5 номинацияны мен тоқталып айтып кетейін. Бірінші номинация асар номинациясы халықтың салт дәстүрімен байланысты қайырымдылық қызмет көрсететін адамдарға қолдау көрсетуге бағытталған. Туған жер номинациясы білім беру, экология және көріктендіру саласында туған өлкеге көмек көрсететін адамдарға беріледі. Мейірім жолында номинациясы аталымға ерікті негізде және тегін көмек көрсететін игі істер атқаратын адамдар ие болады. Батыл жүрек номинациясы ерлік іс жасаған, жанкештілік танытқан адамға қолдау көрсету мақсатында тағайындалады. Және соңғы номинация қайырымдылық тарихы. Ол енді бақ өкілдеріне тікелей қатысты. Бақта қайырымдылық тақырыбын қозғайтын, қоғамның назарын әлеуметтік проблемаларға аударатын материалдардың жариялануын қамтамасыз ететін журналистерге немесе шығармашылық ұжымға беріледі. Сондықтан да өздеріңіздің араларыңызда қайырымдылықты, мейірімділікті насихаттап жүрген жандар болса, журналистер болса, мархабат. Біз өз кезегімізде құжаттарды жинауға, жақсы қылып тапсыруға көмектесеміз. Және мына қолдарыңызда аңдатпа таратқан болатынбыз. Сол аңдатпада біздің телефон нөмірлеріміз және құжаттарды қай почтаға жіберу керектігі барлығы жазылған. Сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар. Енді құжат мына жерде ақпанның аяғына дейін деп жазылған. Біздер ақпанның бірлерінде құжат жинауды тоқтатамыз деп ойлап отырмыз. Соған дейін осы 5 номинация бойынша құжаттың барлығын іріктейміз. Қазіргі таңда міне біздер ана аптадан бастап осы жаңағыдай жоба басталды дегелі өңірдегі жалпы басқа аудандардағы бас көз болып саналатын газеттерге барлығына ақпараттарды жіберіп қойдық. Сондықтан да бұл жерде ауылдағы да азаматтар болса көмектесіп жүрген, ешкім қалып қоймай осындай жаңағыдай жобаға қатысуына біз шақырамыз. Өздеріңізде танитын адамдарыңыз болса, бізде көбіне қалай біздің елдің азаматтары бір жақсы іс жасаса, оны жарияламайды, оны көрсетпейді, атымды айтпай қой деп жасады. Бірақ қаншама азаматтар осы елдің игілігі үшін осындай бір көптеген игі қайырымды істер жасап жатыр. Соны бір енді көрсетіп, кішкентай оларды да бір осындай жақсы марапаттарға ұсыну, жаңағыдай біздің борышымыз деп, міндетіміз деп есептеймін өз басым. Сондықтан сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар. Рахмет, сұрақ-жауап бөліміне көшейік. Әріптестер, сұрақтарыңыз болса қоюға рұқсат. Гульмира Сатубаева, региональная служба коммуникаций. Вопрос такой. Так, все, значит, будут обращаться по номерам телефонов и на электронную почту, да? А как они должны объяснить, например, вот этот человек, по моему мнению, он заслуживает такую-то номинацию? Они могут предлагать свои? Ну, я думаю, что никаких ограничений нет. При подаче документов мы, комиссия здесь, как Айгерим сказал, уже создана комиссия в лице ассоциации, в лице управления и одного представителя, значит, СМИ. Мы будем рассматривать документы. Если комиссия посчитает необходимым, что вот этот документ, вот участник более соответствует какой-то определенной из 5 номинаций, естественно, мы отдадим приоритет ему. Но в любом случае есть данные, которые, допустим, комиссия может не знать. И я думаю, что участники должны максимально отразить всю ту деятельность, что он сделал. Это чисто благотворительность. Здесь же нет ограничений. Юридические и физические лица. Юридические лица могут выступать общественные объединения, различные компании. Но я еще раз говорю, значит, средний предприниматель среднего и крупного бизнеса не могут участвовать. Остальные это могут и представители ИП и так далее. Но физлицо, он должен подробно написать.
Ну, критерии отбора мы будем рассматривать там, естественно, чтобы эта акция дошла до определенного своего, значит, до своего, ну, точки, сколько человек было охвачено, какой резонанс в обществе это имела акция. То есть есть люди, которые из года в год проводят акцию, но мы это не знаем. Опять же, тут без ложной скромности надо показать себя. Вот. Действительно, вот мы все время говорим, мы очень много делаем, но, к большому сожалению, мы не можем себя показать. Надо показать, здесь стыдиться нечего. Это это доброта, которая должна быть увидена и услышана нашими... Да, желательно, конечно, чтобы это систематически. Люди, которые на протяжении года, ну, просто в повседневной жизни оказывают такую благотворительную акцию. Но здесь есть номинации определенные, то есть направленные, целевые такие. Вот здесь тоже надо это учесть. Это и в образовании, туризм, это народные обычаи и так далее. То есть здесь ограничений нет. В любом случае комиссия рассмотрит и все эти моменты учтет. А вот сроки, скажите еще, когда началось и... Вообще акция как бы уже стартовала, но вот пресс-конференция до 1 февраля, почему мы ограничим, потому что все-таки сбор данных, изучение документов. Время, конечно, не очень много, но в то же время есть для того, чтобы можно свою эту благотворительную деятельность отразить. А началась акция с прошлой недели? Да, с прошлой недели. Мы уже заседали, поэтому оргкомитет был собран, заседали, решили какие-то оргвопросы. Вот здесь Айгерим, я и представитель СМИ уже работаем. То есть рассылка уже вовсю идет. А сегодня пресс-конференция для населения нашей Атырауского. Не забудьте, то есть вы знаете людей, которые это делают. Прямо надо, знаете, где-то настойчиво даже. Настойчиво надо сказать, ты это делаешь, давай отразим, помогите даже в сборе материалов, фотографии какие-то определенные и так далее. Все это должно быть. Просто я знаю, что люди могут как-то к этому, ну зачем я это делаю, не ради там пиара, не ради, чтобы показать. Надо к этому подойти, в общем, так скрупулезно, с пониманием. И с нравственной точки тоже, конечно, учесть это. Индира Берекенқызы, Атырау телеарнасы. Мен мындай сұрағым бар, бұл қателеспесем, бұл конкурс республикалық жыл сайын ұйымдастырылады. Басқа да атаулармен ұйымдастырылып келген. Яғни іскер әйелдер қауымдастығы биыл осы жылғы конкурсты ұйымдастырушы ретінде қабылдап жатыр. Енді мен мындай сұрағым, бұған дейін ұйымдастырылған осындай конкурстан Атырау облысынан қатысып, номинация алғандар бар ма? Және де осы байқаудың жүлде қорын айтып өтсеңіз. Не беріледі, қалай болады? Так, мына конкурста, осындай конкурстар, акциялар республикада өткізілді, бірақ біздің мына іскер әйелдердің бастауымен, жаңа 16 жыл деп айттым ғой, ол басқа конкурс болды, мына биыл басқа конкурс 5 номинацияда. Енді қатысқан кісілер бар әрине, өздерінің, кешеміздер өздерінің естіп отырсыңдар ғой, Семғалиев Алибек, оған дейін біздің Күмісқалиев Ерлан 100 есімнің ішіне кіріп отыр. Әрине, ол Қазақстан бойынша өткізіп отыр. Мына конкурстың жан-жақты өткізіп отырмыз. 5 номинация деген сол жан-жақты өткізіп отырмыз. Сонымен бірге біздің мына егерде ертең біздің үлкен осы Атырау облысынан шығатын қатысушылар жолын бәрін фонд өзінің мойнына алады. Атыраудан. Оның өзінің есебінен бармайды. Оны да айтып кетуім керек, осындай. Мысалы, біз неше кісі шығады, номинацияда, 5 номинация. Соның жолын, баруын, бәрін фонд өздері қамтамасыз етіп отыр. Конкурстан жүлде қоры бар ма? Ақшалай беріле ма? О жағын мен қазір айта алмаймын. Оны енді ұйымдастырушылар Астанада, жаңағы президенттің бака жоқ. Он болып атқан жағдайда сіздерге қосымша тағы айтамыз. Так, сұрақтарың. Жұмыс бағытында тағы мәлімдеме беріледі, газетке хабар беріледі, жаңағы СМИге беріледі, Айгеріммен байланысқа болады, бізге байланыс, мына төменде телефондар бар, осы телефондарға хабарласып, қазір біз нақты біздің Атырау облысында, қалада, ауданда ешкімді ұмытпауымыз керек, бәрін қамтамасыз етуіміз керек, бәрін білетін, танитын, күнделік істеп атқан жұмыстарын жариялауымыз керек. Ұялатын іштеме жоқ, біздің елде ондай азамат пен азаматшылар бар, аз емес. Аз емес, оны біз де білеміз, бірақ тек өзіміздің арамызда айтамыз да, бірақ уже халықтың алдына көрсетуге қазір сондай мүмкіндік бар. Поэтому я вас очень прошу,
поддержать акцию. Среди всех близких, родных, друзей эту акцию распространить, чтобы люди поняли, это нужно, чтобы уметь показать, добро, которое делается, всегда возвращается, как бумеранг. И мы должны, у нас за нами есть молодое поколение, которое должно понимать, чем больше делаешь добра, тем больше добра возвращается тебе, твоим родным и близким.